Кеш жарық, менің есімім Қажыбек Аружан. Бұл бізде 7-ші семинар, және де бірінші сұрағымыз ол халық ауыз әдебиеті. Қазақ халқының рухани қазынасы сан ғасырлық тарихымыздың алтын діңгегі бұл әрине қазақтың халық ауыз әдебиеті. Ол біздің ата-бабаларымыздың дүниетанымын, арман тілегін, әлеуметтік көзқарасын ауызша жеткізген жазба тілінен бұрын пайда болған ерекше мұра. Халық ауыз әдебиетінің маңыздылығы бірнеше бағытта қарастыруға болады. Ең алдымен ол тарихи құжат. Көшпенді өмір салтында ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан ертегілер, аңыздар, батырлар жырлары арқылы біз сол дәуірдегі саяси оқиғаларды, әскери жорықтарды және тұрмыс тіршіліктің ерекшеліктерін біле аламыз. Мәселен, Қобыланды батыр, Алпамыс батыр сияқты жырлар тек әдеби шығарма емес, сонымен қатар ұлттық рухтың және ерлік дәстүрдің энциклопедиясы. Екіншіден, ауыз әдебиеті тәрбие құралы. Қарапайым ертегілердің өзінде әрқашан имандылық, әділеттілік, адалдық сияқты қасиеттер дәріптеледі. Мақал-мәтелдер мен жұмбақтар адамның ой өрісін дамытып, тіл байлығын арттырады. Шешендік сөздер болса, даналық пен тапқырлыққа үйретеді. Үшіншіден, оның эстетикалық құндылығы зор. Ауыз әдебиетінің тілі өткір, образды, әуезді, ондағы теңеулер, эпитеттер және қайталаулар қазақ тілінің сұлулығын айқындайды. Қорыта айтқанда, қазіргі заманда жазба әдебиет пен ғаламтор кеңінен тарағанына қарамастан, ауыз әдебиеті өз құндылығын жоғалтпайды. Себебі ол ұлттық болмысымыздың, мәдениетіміздің және тіліміздің қайнар бұлағы. Біз оны сақтап, насихаттау арқылы ғана келесі ұрпаққа өшпес мұратымызды аманаттай аламыз. Екінші сұрақ, қазақ жырларының мұрасы. Қазақ тарихындағы ең маңызды тұлғаларының бірі бұл жыраулар. Олар жай ғана ақын емес, қоғамның рухани көсемі, әлеуметтік үні және дала философиясының өкілдері болды. Жыраулық өнердің тамыры тереңде жатыр. Ол 15-17 ғасырлардағы қазақ хандығының қалыптасу және нығаю кезеңде ерекше гүлденді. Жыраулар мұрасының басты ерекшелігі оның көп қырлығы. Олар біріншіден тарихшылар болды. Жырларында елдің басынан өткен ірі оқиғаларды, жорықтарды, хан мен қарашаның арақатынасынан шынайы бейнеледі. Саясаткерлер болды. Хандарға, батырларға ақыл айтып, тура жол көрсетті. Мәселен, Бұқар жырау, Қабанбай, Бөгенбай батырлармен бірге жорықтарға қатысып, Абылай ханға мемлекет басқарудағы ұтымды шешімдерді ұсынып отырды. Олардың толғаулары ел бірлігін сақтауға шақырған үндеу. Философтар болды. Олар дүние тіршілігінің мәні, адам өмірінің өткіншілігі, жақсылық пен жамандық, өлім мен өмір туралы терең ойларды білдірді. Ақтанберді, Үмбетай, Тәттіқара, Асан қайғы сияқты жыраулардың толғауларынан осы даналықты көруге болады. Жыраулардың негізгі жанры толғау. Толғау ол дегеніміз ойды, сезімді, уағызды еркін жеткізетін көбіне 7-8 буынды жыр үлгісі. Олар толғауларын домбыраның сүйемелдеуімен орындап, сөздің құдіретін тыңдаушылардың жүрегіне жеткізе білді. Қазіргі кезде жыраулар мұрасы біз үшін ұлттық сананы оятудың, патриотизмді нығайтудың және қазақтың бай тіл мәдениетін түсінудің таптырмас көзі болып қала береді. Олардың асыл сөздері біздің мәңгілік рухани компасымыз. Үшінші сұрақ, киіз үй және оның құрылысы мен жабдықтары. Киіз үй қазақ халқының көшпелі өркениетінің ең ұлы жетістігі, қазақ сәулет өнердің ғажайып үлгісі. Ол тек баспағана ғана емес, бұл қазақ дүниетанымының, дәстүрінің және қолөнерінің жиынтығы.
Киіз үйдің құрылысы мен жабдықтары терең мағынаға ие әрі табиғат заңдылықтарына бағынған бірегей жиын. Киіз үйдің құрылысы 3 негізгі бөліктен тұрады: ағаш сүйегі, киіз жабыны және жабдықтары. Ағаш сүйесі бұл үйдің қаңқасы, яғни негізгі тірегі. Ол мына элементтерден құралады: уық, шаңырақ пен керегені байланыстыратын иілген ағаштар. Олар үйдің күмбезді пішінін жасайды. Кереге үйдің қабырғасы, жинап жазуға ыңғайлы тор көзді ағаштан жасалған жиналмалы тор. Және де шаңырақ үйдің төбесі, күмбездің ең жоғарғы нүктесі, үйдің тәжі болып келеді. Ол отбасының символы, ұлттық рәміздің бір бөлшегі. Есік, яғни сықырлауық, үйге кіріп шығатын жер. Киіз жабыны ағаш сүйегінің сыртын жабатын, жылы суық өткізбейтін қабат. Бұл ұрпақтар бойы жинаған көшпелі технологияның жемісі. Киіз үйдің ішкі жабдықтары да айрықша маңызды. Әр заттың өз орны, өз міндеті бар. Төр, үйдің ең қадірлі жері. Шаңыраққа қарама-қарсы тұс. Мұнда құрметті қонақтар отырады. Жүк аяқ, төсек орын, төсек жиналатын орын, ас ішетін жабдықтар, ыдыс-аяқтар, ошақ және тағы басқалары. Киіз үйдің ең үлкен артықшылығы оның ыңғайлығы. Оны 1 сағат ішінде құрастырып, немесе жарты сағатта жинап алуға болады. Ол жазда салқын, қыста жылы болады. Бұл табиғатпен үйлесімді өмір сүрген көшпелі халықтың өміршең мәдениетінің көрінісі. Бүгінгі таңда киіз үй қазақ мәдениетінің, салт-дәстүрінің ажырамас бөлігі болып қала береді. 4-ші сұрақ: қазақтың тиымдары мен ырымдары. Қазақ халқының мәдениетіндегі ерекше бір қабат бұл тиымдар мен ырымдар жүйесі. Бұл ғасырлар бойы қалыптасқан қазақ этикалық нормаларын, қауіпсіздік ережелерін және табиғатқа деген құрметін көрсететін халықтың педагогикасының бір түрі. Тиымдар бұл бұлай істеуге болмайды деген қатаң ережелер. Олардың басым көпшілігі адамдарды қауіптен сақтандыруға, тәртіп пен тазалықты сақтауға, үлкендерді сыйлауға үйретеді. Мысалы, босағаны керме немесе табалдырықты баспа. Бұл отбасының, ошақтың қадірін арттыруға шақыратын, сыртқы әлем мен ішкі әлемнің шекарасын сыйлауды үйрететін тиым. Нанды бір қолмен үзбе. Бұл асқа деген құрметті, ысырапшылдыққа жол бермеуді көрсетеді. Суға түкірме. Табиғатқа деген құрмет, қоршаған ортаны таза ұстауды білдіреді. Ал ырымдар бұл жақсылыққа, берекеге, сәттілікке сенуден туындаған белгілі бір іс-әрекеттер арқылы болашаққа оң әсер етуде мақсат ететін сенімдер. Мысалы, ет жегеннен кейін сүйекті сындырмай жинау, мал басының көбеюіне ырымдау, жаңа туған баланы қырқынан шығару, баланың дені сау, өмір ұзақ болуына тілек тілеу, және де жол жүрерде ақ жол тілеу, сапардың сәтті болуын ырымдау. Қазақтың тиымдары мен ырымдары мәдениеттің тек ескерген бөлігі емес. Олар халықтың жинақталған тәжірибесі, ақыл-ойы және ұрпақ тәрбиесінің өзегі. Бүгінде біз оларды жай ғана орындау емес, олардың артындағы даналықты түсіну арқылы ғана ұлттық құндылықтарымызды сақтап қаламыз.